Ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті Saneeva компаниясының бизнес серіктестері. Менің есімім Біржан Дүйсенәліұлы, Saneeva компаниясының ақпараттандыру және компания дамуы бойынша директоры, бизнес-тренер және мотиватор. Saneeva компаниясының негізгі үшінші бағыттарының бірі ол кәсіптік рухани білім беру орталығы. Мінекей Saneeva компаниясының кәсіптік рухани білім беру орталығы компания ашылғаннан бастап жүзеге асып келе жатыр. Соның ішінде менің өзім бұл кәсіпке, бұл бизнесқа кіріскенім 2019 жылдан бастап қосылдым. Және сол жылдан бастап бізде көптеген бизнес серіктестеріміз сабақтарға қатысып, тренингтерге қатысып, жоғары нәтижелерге қол жеткізіп жатыр. Saneeva компаниясының кәсіптік рухани білім беру жүйесінің жұмыс істеу үлгісі ол онлайн режимде тікелей эфирде сабақтар жүргізу. Сабақтар қандай тақырыпта өтеді? Бұл тақырыптар мотивациялық және де сатуды күшейтуге, команданы құруға және команданы басқарудың жолдарын үйрену. Және де екінші бағыты бұл тренингтер өткізу, яғни өңірлерге бару арқылы жергілікті сол офис менеджерлермен бірге отырып сабақтары жүргізу, тренингтер жүргізу. Және де үшінші үлгісі ол мастер-класстар, яғни Қазақстан Республикасындағы табиғат жерлерінде мастер-класстар өткізу. Атап өтетін болсақ, бізде 2019 жылы Алмарасан тауында өткізілді мастер-класс, және де Көлсай көлдерінде мастер-класс өткізілді. Енді біз желілі маркетингте жалпы адамдар бизнесте жетістікке жеткісі келсе, әрине ол өзін және де бизнесін дамытып отыру керек. Себебі адам бесіктен көруге дейін білім іздеу керек. Мінекей сол бағытта Saneeva компаниясының білім беру жүйесі өте жоғары деңгейде жұмыс жасап жатыр. Сондықтан құрметті достар, құрметті бизнес серіктестер, сіздер өздеріңізді дамытып, сонымен қатар бизнестерін дамытқыларыңыз келсе, Saneeva компаниясының кәсіптік рухани білім беру орталығына қатысып, білімдерін игеріп, тәжірибеде қолданып және нәтижесін көруге шақырамын.